Елестетіңіз, жаздың жайсаң күні. Көшеде жайбарақат серуендеп жүрсіз. Бір кезде атыс дыбысынан елең ете қалғаныңыз бар. Қарасаңыз, көшенің арғы бетінде қарулы ер адам қан жоса болған жігітті қуып келе жатыр. Әуестіктен болар, сізге әрі қарай не болатыны қызық. Оқиға тым жылдам өрбіп жатқандықтан мән-жайын ұғынып үлгермедіңіз. Бірақ бірнеше секундтан кейін сорақылықтың көкесі орын алды. Қан жоса жігіт жерге құлайды. Ал ізінен қуған ер адам оны 10 шақты рет пышақтап, шалбарын шешеді. Сосын жыныстық мүшесін кесіп, ессіз жатқан жігіттің аузына тығады. Көз алдыңызда осындай сұмдық орын алса, денеңіз сіресіп, не істеріңізді білмей қалатыныңыз анық. Бүгінгі баяндалатын оқиғадағы куәгерлер дәл осындай күйде болды. Қанды қылмыс барысын бақандай 5 адам көрген. Бірақ ешбірі араша болып үлгермейді. Қалшайып қалған куәгерлер көз алдарында болып жатқан оқиғаның растығын ұғынбағанда. Деректі фильм басталмас бұрын бір өтінішімді айтайын. Көрерменнің 70% арнаға жазылмай қарайды екен. Кезекті жұмыстарымды өткізіп алмас үшін міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Сонымен бастайық. Бұл 222-ші қылмыстық іс. Волгоград облысы. Достар, енді мынандай абайбол қалпақтары сатылмайды. Бірақ қолдау білдірген көрермендеріме естелік ретінде сыйға тартатын болдым. Ол қалай? Қисыны қарапайым. Каспи қосымшасы арқылы кем дегенде 15 000 дана жіберген көрерменіме абайбол қалпағын жіберемін. Мен үшін бұл үлкен қолдау. Ал сіз үшін менің тарапымнан осындай жағымды естелік. Ол үшін төмендегі Каспи сілтемесіне өтіп, қолдау сомасын теру керек. Сосын төмендегі сатушыға хабарлама жолағында телефон нөміріңізді қалдырыңыз. Әрі қарай WhatsApp арқылы сізге хабарласып, қалпақты поштамен жіберемін. Ал жөнелтілген қалпақтар жайлы Абайбол Telegram каналымда айына бірнеше рет есеп беріп тұрамын. Әрине, сынайтындар міндетті түрде табылады, бірақ YouTube арнаның жұмысын жалғастыру керек. Ал азғантай ғана қазақ тілді авторларға жарнама берушілер кемде-кем. Сондықтан түсіністік танытасыздар деп үміттімін. Рахмет, достар. Жергілікті полиция бөлімшесіне бірінің артынан бірі тіпті қабаттасып қоңыраулар түсіп жатыр. Хабарласқан адамдардың сөзінше, сот ғимаратының маңында адам өлімі болған. Кезекшіліктегі сақшы жағдайға байыпсыз қараған секілді. Себебі хабарласқан адамдарға қоңырауларының тіркелгенін және полиция жасағы жіберілгенін айтып, тұтқаны қойып тастай берген. Бірақ көп ұзамай қалалық соттан қоңырау түскенде, кезекші сақшы істің насырға шапқанын түсінді. Оқиға орнына бірнеше полиция жасағы және тергеу тобы аттанды. Анықталғандай, қаза тапқан адам сот қызметкері, яғни судья. 40 жастағы Василий Ветлугин. Оқиға орнына келген сақшылардың абдырап қалғаны бар. Қан жоса мәйіт тротуарда жатыр. Денесінен 5 шақты оқ жарақаты және 10 шақты пышақ жарақаты табылды. Басы жарылған. Оң қолына тиген оқ білек тұсындағы сүйегін сындырып жіберген. Ал сол жақ көз тұсында аңшылық пышақ сұғылы күйінде тұр. Бірақ сорақысы бұл емес. Марқұмның жыныстық мүшесін кесіп, аузына тығып кеткен. Ал мәйіттің қасынан орта тұсынан сынып кеткен карабин мылтығы табылды. Анықталғандай, айуандық қылмыс барысын тікелей 5 адам көрген. Үшеуі шамамен 100 метр қашықтықтан бақыласа, екеуі оқиға тұсындағы ғимарат терезесінен көрген. Сондай-ақ ары-бері өткен көліктерден көргендер бар. Десек те, куәгерлерден тығынықты жауап алу аса қажет болмады. Себебі қанды оқиға барысы сол жердегі бейнебақылау камерасына таспаланып қалған. Басынан аяғына дейін. Тергеушілер видеоны тәркілегенімен оны толық қарап үлгерген жоқ. Себебі оқиға орнынан 1 шақырымдай қашықтықта тұрған полиция бөлімшесінен шұғыл ақпарат түсті. Әлдебір үсті басы қанға малынған ер адам келіп, кісі өлтіргенін мойындапты. Аты жөні Сергей Кибальников, 47 жаста. Жантүршігерлік қылмыс 1 сағатқа жетпей ашылып тұр. Енді бар болғаны күдіктінің мойындау жауаптарын алып, істі түзу керек. Алайда Кибальников қылмысты толық мойындағанымен себебі жайлы тіс жармай отыр. Қаза болған Василий Ветлугин федералдық судья. Сондықтан резонанстың жаңғырығы сонау Мәскеуге дейін жетіп, аталмыш іс бас прокурордың бақылауына алынды.
Бейнебақылау видеосын қараған тергеушілердің абдырап қалғаны бар. Қанды қылмыс контроль деп аталатын қауіпсіздік агенттігі ғимаратының камерасына түсіп қалған екен. Аталмыш видеоны белгілі себептермен YouTube'та көрсете алмаймын. Толық әрі тұмшаланбаған нұсқасы әдеттегідей Telegram каналында. Сілтемесі төменде. Ветлугин әдеттегідей жұмысынан шығып, көлігіне қарай жол тартқан. Сот ғимаратының автотұрағы тар болғандықтан әрқашан орын бола бермейді. Сондықтан Ветлугин өз көлігін 100 метр қашықтықта орналасқан әлгі қауіпсіздік агенттігінің автотұрағына қойып жүретін. Бірақ көлігіне отырып жүрмекке оқталғанда, артына ақ түсті Volkswagen минивэні тоқтап, жолын бөгейді. Минивэн көлігінен шыққан Кибальников сайга карабинімен қаруланған болатын. Ол Ветлугиннің көлігіне таяп бір рет оқ атады. Иық тұсынан жараланған Ветлугин көліктен атып шығып қаша жөнелді. Бірақ ізіне түскен Кибальников бірнеше рет оқ атып арқасын жаралайды. Ал оң қолына тиген оқ білек сүйегін сындырып жіберген. Салдарынан терісі ғана ұстап тұрған қолы салбырап салақтап кетеді. Ауыр жарақаттарға қарамастан Ветлугин бәрібір қашпаққа тырысады. Алайда қанішердің оны жіберетін ойы да болған жоқ. Артынан қуған Кибальников оны мылтығымен ұрады. Қан жоса болған Ветлугин бірнеше секундтан кейін ирелеңдеп барып тротуарға құлайды. Қасына таяған қанішер судьяның басына мылтығымен жан таласы бұрады. Қатты ұрғаны соншалық карабин ортасынан сынып кеткен. Дәл осы уақытта жолдан екі көлік өтеді. Ал жолдың арғы бетінде отырған әйел қылмыстың болып жатқанын түсінген бойда тайып тұрады. Оған қоса алыстан бақылаған куәгерлер және терезеден қарап тұрған қауіпсіздік агенттігінің қызметкерлері бар. Ешқайсысы әлі полицияға қоңырау шалған жоқ. Бәлкім сасып қалған болар. Ал Кибальников болса, мылтығын тастап өз көлігіне бет алады. Бірақ жол жөнекей бейнебақылау камерасына V белгісін көрсетеді. Білмейтіндер болса, бұл жеңіс белгісі. Көлігіне бет алған Кибальников оқиға орнынан кеткен жоқ. Ол аңшылық пышағын алып, талып жатқан Ветлугинге оралады. Сөйтіп алас ұрып 10 шақты рет пышақтайды. Әрі қарай адам айтқысыз сорақы жайт орын алды. Кибальников мәйіттің шалбарын шешіп, жыныстық мүшесін кесе бастаған. Осы кезде тура қасынан егде жастағы ер кісі өтіп бара жатты. Бірақ бұл жайт қанішерді тоқтатқан жоқ. Ол кесілген жыныстық мүшені марқұмның аузына тығып, сол жақ бетіне пышақ қадайды. Сөйтіп түк болмағандай өз көлігіне отырып, оқиға орнынан кетіп қалған. Бір минуттан кейін мәйіттің айналасында адамдар үймеленіп, полицияға қоңырау шала бастайды. Қорыта келгенде, қанішердің кінәсін дәлелдейтін бұлтартпас айғақ бар. Бірақ қылмыстың себебі беймәлім. Жауапқа алынған Кибальников айуандығына не түрткі болғанын айтпай отыр. Василий Ветлугин федералдық судья. Демек, талай адамның тағдырына қатысты үкімдер шығарған. Бәлкім Кибальниковқа қатысты істі қарап, әділетсіз шешім шығарған болар. Бірақ Ветлугин мұрагерлік, ажырасу, қарыз секілді азаматтық істерді ғана қарайтын болған. Қылмыстық істерге мүлдем қатысы жоқ. Ал азаматтық істерге қатысты үкімдеріне наразы болғандар мұндай айуандыққа баруы екі талай. Астарында әлдеқайда күрделі себептер жатыр. Бірақ Кибальников жұмған аузын ашар емес. Енді тергеушілер марқұм мен қанішердің жеке өмірлерін шола бастады. Анықталғандай, Сергей Кибальников ешқашан істі болмаған. Қаладағы белгілі кәсіпкер, логистика және тасымалдаумен айналысатын компаниясы бар. 2 рет үйленіп ажырасқан, бір баланың әкесі. Соңғы 10 жылға жуық бойдақ. Ол қанша тіс жармағанымен, тергеушілер бір байланысты анықтады. Кибальников және Ветлугин көршілес тұратын болған. Бірақ өзара араласпайтын болыпты. Жауапқа алынған көрші қолаң мұны растады. Тіпті араларында ешқандай дау-дамай да, жанжал да болмаған. Қарым-қатынастары көріскенде амандасумен ғана шектелетін. Дей тұрғанымен, оны марқұммен байланыстыратын тағы бір жайт ашылды. 10 жыл бұрын Кибальников өзінің бизнес серіктесімен шағын кеме үшін таласып, соттасқан екен. Ал аталмыш істі қараған Ветлугин. Анықталғандай, сот Кибальниковтың аргументтерін ескермей, үкімді бизнес серіктесінің пайдасына шешкен. Осы себептен ол іштей кектеніп қалған болар. Бірақ 10 жыл өтіп кетті.
шағын кеме үшін мұндай озбырлық жасау қисынға келмей тұр. Енді Василий Ветлугиннің өміріне тоқталсақ. Азаматтық істерді қарайтын федералдық сот. Оған дейін тергеуші болып істеген. 2 рет үйленген. Бірінші некесінен 13 жастағы қызы бар. Екінші жұбайының есімі Юлиана. Тіс дәрігері болып істейді. Ортақ егіз қыздары бар. Асып тасыған бай емес. Әлеуметтік жағдайы орташа шенеуніктің жанұясы. Ветлугиннің жұбайы жап-жас әрі көз тоймайтын сұлу. Бірақ телефонын шолған тергеушілер оның басқа келіншекпен жақын қарым-қатынаста болғанын анықтады. Өзара алмасқан хаттарына қарасақ, 1 жылға жуық кездесіп жүрген секілді. Көңілдесі әлдебір Елена. Келіншектің жеке басын анықтаған тергеушілер тосын жайтқа тап болды. Әлгі Еленаның тегі Кибальникова. Яғни қанішердің фамилиясымен пара-пар. Бірақ тосын жайт мұнымен шектелген жоқ. Әлгі Елена марқұммен бірге жұмыс жасайтын болған. Яғни қалалық сотта хатшы болып қызмет ететін. Анықталғандай, Сергей Кибальников және әлгі Елена бұрын ерлі-зайыптылар болған екен. Бірақ 10 жыл бұрын ресми түрде ажырасып кеткен. Жауапқа алынған Еленаның сөзінше, аталмыш жылдар ішінде олар бірнеше рет қосылып қайта ажырасқан. Ортақ бір баласы бар болғандықтан, Кибальников жанұясымен қайта қауышу әрекеттерін тоқтатпай жүріпті. Десек те, тергеушілер бір дүниені ұқпай отыр. Ветлугиннің жұбайы жап-жас, жасы 30-ға да жетпеген. Өте көрікті, тура бір модель секілді. Ал Елена 43 жастағы қарапайым әйел. Артық айтқым келмейді, бірақ асып бара жатқан сұлу емес. Оған қоса жасы Ветлугиннен үлкен. Түсініксіз болса да факттың аты факт. Василий Ветлугин және Елена Кибальникова көңілдестер болған. Тергеушілер ашылған деректерді жайып салғанда, Кибальников қылмысының себебін мойындауға мәжбүр болды. Елена мен Сергейдің ажырасып кеткеніне 10 жылдай болып қалған. Екеуінің ортақ бір баласы бар. Осы себептен болар, олар бірнеше рет қайта қосылып көріпті. Бірақ некелерін ресми рәсімдемеген. Осылайша бір ай бірге болып ажырасады. Сосын жарты жылға қосылады. Ал соңғы рет 1 жылға жуық бірге болған. Ажырасуға Сергейдің қызғаншақтығы себеп болған екен. Ол сүйіктісін көрінгеннен қызғанып жанжал шығаратын болыпты. Тіпті қол көтеретін болған. Шамадан тыс қызғаншақтығының себебі өткен шағында жатыр. Кибальников ірі кәсіпкер. Логистика және тасымалдаумен айналысатын компаниясы бар. Әл-ауқаты жақсы. Жұрттан қалмайын деген ниеттен болар, ол бірінші жұбайына қымбат көлік әперіп, көлік жүргізушісін жалдап береді. Бірақ уақыт өте, жұбайы әлгі жүргізушімен қосылып, басқа қалаға қашып кетіпті. Әрі қарай ажырасу соты, мүлікті бөлісу және тағысын тағы. Содан бері Кибальниковтың әйелдерге деген сенімі жоғалады. Сөйтіп 1 жылдық күйзелістен кейін Еленаны жолықтырған. Екеуінің махаббаттары лап етіп жанып, жарты жылға жетпей үйленіп кетеді. Сосын Елена босанып, олар қызды болды. Баланың есімін Варвара деп Сергейдің өзі қойған. Бірақ шамамен 2 жылдан соң отбасылық өмірлері күйрей бастады. Бұған Сергейдің орынсыз қызғаныштары себеп болған. Бітпейтін жанжалдардан мезі болған Елена арыз түсіріп, ақыры ажырасып тынды. Десек те Сергей қайта қосылу әрекеттерін тоқтатпаған. Осылайша олар бірнеше рет қосылып ажырасты. Баламен көрісуді сылтауратқан Сергей апта сайын келетін. Аталмыш сылтаумен кезекті рет келгенде өткен шағындағы күйінішімен қайта қауышты. Еленаның дәретханаға кеткенін пайдаланып, оның телефонын тексереді. Сөйтіп Василий Ветлугинмен көңіл қосып жүргенін біліп қойған. Ызаға булыққан Сергейдің көздері қарауытып кетеді. Сөйтіп бастапқыда Еленаны өлтіргісі келген. Бірақ қызын анасыз қалдырғысы келмейді. Ол үнсіз пәтерден шығып кетеді. Өзегін өртеген қызғанышын ауыздықтай алмаған ол бәсекелесін жазалауды шешті. Бірінші жұбайының опасыздығына көнді. Бірақ екінші рет көнбістік танытуға рухани қауқары қалмаған. Осылайша арада 4 күн өтті. Қалалық сот ғимаратының маңы. Ақ түсті минивенде отырған Сергей карабинін оқтап, Ветлугинді күтіп отыр.
Тергеу барысы аса ұзаққа созылған жоқ. Ал сот отырысы жарты жылдай жалғасып, осы бірнеше күн бұрын аяқталды. Кибальников тергеуде берген жауаптарының бәрін қайталап, қылмысын толық мойындады. Бірақ еш өкінбейтінін мәлімдеген. Тіпті марқұмның жақындарынан кешірім сұраудан бас тартқан. Айтуынша ол Ветлугиннің сазайын беріпті. Сот шешімімен 48 жасқа толған Сергей Кибальников 22 жылға қамалды. Сондай-ақ марқұмның жанұясына 8 миллион рубль өтемақы төлеуі тиіс. Бірақ Сергей Кибальников тағайындалған 22 жылдың бір жылында түрмеде өткізбейтін болды. Ол Ресейдің қарулы күштерімен бір жылдық келісім шартқа отырып, Украинадағы соғысқа аттанды. Егер аталған бір жылда өліп қалмаса, сот үкімінің күші жойылады. Оған қоса, ай сайын алатын 200 мың рубль жалақысы бар. Яғни күнәсін қанмен жуып, қоғамға қайта оралуы мүмкін. Арнаға жазылуды ұмытпағайсыздар. Абай болайық.